жақта сырғаны сіздердің туғыл шапалақтарыңызбен басталды. Ендеше екінші жақта сырғанымызды ұлтымыздың атын әлемге танытып жүрген Димаш Құдайбергенов бауырымыздың орындауындағы әлемдік композитор Игорь Крутойдың «Любовь уставших лебедей» деген бір әдемі әніне қойылған композиция Айлин шоу балетінің атынан қабыл аласыздар. Посмотри мне в глаза, ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя, жизнь моя, без тепла, я тобой болею.
ойлеймін осындай әдемі биден кейін алдарыңызға екінші ыстық тағам қойылды. Екінші дастарханның алғашқы ақ тілегіне кезек берейік ардақты ағайын. Тойымыздың төрінде ақшарма тілегін білдіретін біздің құрметті тойымыздың иесі, қуанышымыздың керемет куәгері, барлығымыз сыйлап құрметтеп келіп отырған Бағила қызымыздың әріптестері. Жарқын Мырза бастаған Банк Хоум кредит ұжымы. Сондай-ақ Атырау қаласының филиалының директоры Алма ханым келген екен. Ойбай, банктың директоры отырма тойдың төрінде. Мен білген жоқпын ғой тойды, бұдан да күшті жүргізетінім ғой, банктың директоры отырса десе. Қалжың айтамын. Бәрекелді, сондай-ақ бір осы кісілермен бірге Алтынсарин мектебінің басшылары Бақыт Ләззат дейді. Барлық Банк Хоум кредит Атырау қаласының филиалы және Алтынсарин мектебінің ұжымы. Где вы, билеттерек жігіттер? Қандай тамаша, Алла нұр жаусын. Қандай керемет ұжымдастар, әріптестер, қошемет шапалақтарыңыз аямай соқпайыңыздар ағақтағы. Бәрекелді. Тойларыңыз құтты болсын, ұжымдарыңыздың қуанышы құтты болсын. Ұзатылмағандар ұзатылсын. Ұзатылып кеуге шығып алғандар ұрпақ сүйіп мың жасасын ұрпағымен деп тілейміз. Алла нұр жаусын. Бәрекелді. Қызғанып тұрмын сізді. Қандай күшті құлбырған қыздардың ортасында арқа жарқа. Бір жағынан жаным ашып тұр, миыңыз ашып кететін сияқты ғой жұмыста. Оңай емес қой мынандай қыздар ішінде жұмыс жасау. Ал ағайын, сөз тыңдайық. Бұл кісілер сондай керемет кісілер. Талай банкирлердің тойын басқарған мен. Жалпы банкте істейтіндер мынандай кісілер. Неге десеңіздер, білмеймін, постоянно осы кісілердің тойын басқарып, топтап коллективімен сөзге шақырсам, неге екенін білмеймін, арасынан екі-ақ адам сөйлеп, қалғаны қосылып билеп кете береді десең. Мархабат, кім бастайды, ер азамат бастайтын шығар еді, сөйтейік. Мархабат. Рахмет. Құрметті жиналған қауым, тойларыңыз құтты болсын. Бағила, мәдениет, тойларыңыз құтты болсын. Болашақтарыңыз бақытты болсын. Өмірлеріңізде тек қана қуанышты, бақытты сәттер көп болсын. Бағила біздің ұжымымызда өте ерекше орын иегері, үлкен құрметке ие. Осынша әріптестері болып келіп, құрмет көрсетіп жатырмыз. Хоум кредиттің 4000-ға жуық әріптестеріміздің барлығы, басшылықтың барлығы құттықтауларын жолдауда. Өмірлеріңізде тек қана жақсылық болсын, 2 басы, 3 басы, 4 басы болып көбейе беріңіздер. Құдай қаласа, осы жаңа асаба айтпақша, шашақ арудың бір себебі бұндай ұжымда көптеген декреттер кездеседі. Әрқашанда осындай тойға шақырған кезде бір жағынан қуанамыз, бір жағынан болашақ декретті күтіп отырамыз. Келесі жылы шілде той деп жатсыздар. Бұйырсын, Құдай қаласа шілде тойын тойлайық. Өте қуаныштымыз. Әрқашанда ұжым ретінде, әріптестер ретінде Бағила қолдау әрқашанда бізден. Жақында ғана 8 жылдық мерейтойын өткіздік. Осындай жақсы жаңалықтар, жақсы сәттер болып жатыр. Көп бола берсін. Бағила, мәдениет, бақытты болыңдар. Рахмет. Қандай тамаша тілектер, Алла разы болсын. Алтынсарин мектебінен кім бар? Атырау қаласының филиалының директоры қайда? Алтынсарин мектебі. Бірінші мұғалім сөйлесінші. Кім болмаңыз, бірақ
прокурорсыз ба, банкирсіз ба тұрыңыздар келе жатыр мұғалім деген менің Үмбетбай Уайдиндей ұстазымның керемет сөзі бар еді. Сол себепті әлемдегі ең ұлы мамандықтың иесі ұстаздар. Рахмет көп. Ал енді Багилуша, мәдениет, мен өте қуаныштымын бүгін. Шаңырақ көтеріп жатсыңдар, шаңырақ құрып жатсыңдар. Сендерге айтатын тілектерім көп, бірақ шаршап қалады елдер деп ойлаймын. Ең біріншіден айтайын деген мәдениет енді көріп тұрсың, өзіңді бұрыннан біліп тұрған шығарсың. Багила деген біздің алтынның ең керем, қалай дейді, бриллиант біздің. Бриллиант болғанмен мен енді тек сырт жағынан айтып тұрған жоқпын. Барлықтарын білесіңдер, Багиланың мінезі қандай, Багила қандай жан-жақты қыз, қандай керемет дос, қандай керемет қыз деп ойлаймын. Жан-жақтан барлықтарына енді бәрі мінездерін білесіңдер. Жұмыс жағынан да керемет, өте сыпайы, қалай дейді, кішіпейілі, елдермен көбісімен тіл табыса алады. Жан-жақты дегенім Багила деген артистка сияқты өлең айта алады, білесіңдер ма? Домбыраны да тартады. Сондықтан біз көп Багиламен бірге істегені көп, соның жақсы қасиеттерін білеміз. Уже қанша 15 жылдай болып қалды, 10 жылдан асып кетті бір-бірімізді танығанымызда. Багила тек жақсы жағынан көргем, жас болғанмен өте ақылды болғанмен тәрбиелі, өзіне сай мәдениеті де өте жоғары қыз деп ойлаймын. Қыз деп білемін мен. Сондықтан мен ойлаймын, сендер бақытты боласыңдар, сенемін оған. Өйткені сен керемет жақсы, қалай дейді, нағыз, ең сүйікті, ең әдемі, ең жаны әдемі, жүрегі әдемі, керемет жүрегі қыз алып жатсың. Соны енді соған жеткізгім келеді, елдерін бәрін білесіңдер. Багиланың осы жерде жиналған адамдар бәрі бөтен адам емес. Семьялары да керемет. Абдуғапар аға осы кісімен неше жыл істедік, қанша араластық. Сол тек жақсы жағынан сондай тәртіпті, жақсы мәдениет семья, өзіне сәйкес, атына сәйкес болып тұр. Сол сендерді енді Құдай қосып атқан шығар деп отырмын. Болашақта, келешекте сендердің қуаныштарына ортақ болып жүре берейік, шілдехана тойға келейік, арғата жандарын көбейе берсін үйлерінде. Сендердің шаңырақта балалардың күлкісі кетпесін, тек сендердің жақсылықтарын естіп көріп жатайық. Сәлеметсіздер ме, тойшы қауым? Ең алдымен осы міне бүгінгі тойға барлығы да жиналған өзінің жақын жуықтары. Багиланың ең бірінші алтын құрсақты анамыз Багиланы дүниеге алып келген апа, сізге мыңда бір алғыс. Осындай балдай тәтті қызды бүгін апа қол бұлғап қойып отыр. Апаны жақсы танимыз, бірге өстік, Багиламен бірге. Бал десе балдай тәтті қыз, міне өзінің туған туысының алдында, жалпы ел жұрттың алдында сыйы, құрметті, кез келген қырынан алып қарасаңыз да барлығына ақылына көркі сай қыз. Мәди, ең алдымен осы міне балдай тәтті қызымызды қолыңа қондырып жатсың құсыңды. Сол құсың алға тек қана биікке самғай беріңіздер. Тек қана алдарыңызда жолдарыңыз ақ болсын. Осы алтын құрсақты анамыздай сәбилеріңіз көп болсын. Тек қана бақытты ғұмыр кешкейсіздер алтын. Осы үлкен кісілердің айтқан тілектерінің барлығы қабыл болсын, Алланың құлағына шалынсын. Баршаларыңыздың үйінде осындай той болсын. Осындай көп отбасы балалары, осындай семья текті отбасына құда алып отырсыздар. Құдалар, жаңа құдалар, сіздер қадамдарыңыз құтты болсын. Осындай балдай тәтті қыздарыңызды біз ұядан сіздерге аманат етіп тапсырдық. Сол аманатқа сіздер ие болыңыздар. Арғарай балдан мен білем, үлкен киелі шаңырақты отбасын арғарай бұтағын, жапырағын жаятын үлкен отбасы, қызметі адал, ниеті адал, және адал келін де бола біледі дегенге мен өз
ешқандай күмән келтірмеймін, толық сенемін, 100%. Міне, осындай отбасылардың, текті отбасылардың, алтын құрсақты анамыздың ең соңғы кішкентай ғана балдай тәтті қызды алып отырсыздар. Сіздердің отбасыларыңызға тек қана құдалар амандық тілеймін. Осы жалғасқан көпірлеріңіз жақын болсын, қызметтері теңдей бұйырсын. Мәди, ең алдыменен балдай тәтті қызды қолыңа, аяқаныңа аялап, тек қана бақытты ғұмыр, бір жасқа қартайып, өбірлі шүбірлі болыңыздар. Тек қана алда бақ, ашық болсын жолдарыңыз. Рахмет. 45 минут сөйлеп үйреніп қойған мұғалімдерге Алла разы болсын, рахмет. Енді бір тілек, Атырау филиалының директоры кім? Сіз ба? Сіз қосыласыз ба? Ай, бәрекелді, Алла разы болсын. Ең тыныш тыңдаған адамға 5% кредит беретін кісіге микрофон берейінші. Құрметті ағайын, тойларыңыз құтты болсын. Байла, Мади, тойларың құтты болсын. Шаңырақтарың биік болсын. Сол көтерген шаңырақтың Мади тірегі болсын. Баги, сен соның жүрегі бол. Багила, бізде филиалдағы барлық HR-лар сіздерге бақыт тілеп жатыр. Келе алмағандықтан отбасыларына аман тілеп, барлығы сәлем. Бүкіл біздің филиалдағы HR менеджерларымыздан атынан үлкен сәлем. Қандай күшті тілектер, мыңда бір алғыс, рахмет. Хоум Кредит Банк, Алтын Сарин мектебі. Қалған қыздар осы тілекке қосылатын шығарымыз. Қыздар дейін бір бауырым тұр, айып етпеш, сен байқамай қаптың бағанадан бері. Ей, красавчик. Қосыламыз ғой? Жүрек жарлебіздеріңізге рахмет. Давайте сделаем памятное фото. Білетін орысшам осы ғана суретке түсіп кәдеге. Енді бүйдей, құрметті әріптестер, сіздер үшін Hands Up деген бір әдемі әнді, ретро әнді сіздер үшін Айлин дуэті шырқай. Осы әннің аясында билеп, сыйлығымызды табыстап қайтайық. Кеткенге Айлин! Шақырамыз кеттік қанеке, көңілірек!
ortaga şaqıraq kelingizler. Bugungi bizning kuyov bolalaringizga, qizlaringizga do'bol sho'bala qo'shib o'rta qoldiramiz. Madiniyat tog'lariga qo'shib sho'bala Горят фонари, горит Алмата, между нами расстояние. Я ваши бурные аплодисменты, друзья! Я прилетаю в Алмату в эту субботу. После перелета кайфовая погода, а потому что я тебя не видел полгода. Да, долго, знаю, это очень долго. Я так скучал, взгляды твои. Міне это уже другое дело. Басында мәдениет алып келіп жүреді, уже екеуі билеп шықты. Қандай тамаша. Әрдайым осылай көңілді жүріңіздерші деп доғыл шабала ұрып қойыңдаршы екі жасқа. Енді сіздердің араларыңыздағы тәтті махаббат мәңгілік жалғасын тапсын, әр осы жердегі бойдақтарға жұғысы болсын деген ниетпен Алматы қаласының ең керемет мейрамханасы Қуаныш Гранд Холл мейрамханасының артынан ортаға торт талдырайықшы. Торт студио. Шабала қошемет. Неткен әдемі торт осы тортпен шай ішесіздер құдай қаласа. Енді ардақты әлеумет мынау екі жастың ата-анасын шақырып торт жегізіп уақыттарын алмайық, себебі бұл біздің салтымызда болмаған. Бірақ пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның бір әдемі сүннет амалынан етіп орындап көрейік білесіздер. Адамзаттың асыл тәжі пайғамбарымыз өзінің аяулы жарына өз тамақ жемей тұрып өзінің қасымен бірінші жарына дәм татыратын болған. Сол себепті сол ырымды дәстүрді орындайық. Мына пышақ ұстаңыз, сіз мәдениеттің қолының үстіне мәдениетті түрде бағила сіз ұстаңыз, сөйтіп бір тілім беріңіздер. Шапалақ қошемetsіздердің болсын. Жалғызымын, ақ жүзіңсің, ақ жүзіңмен, келеді қасымда мәңгі жүрегім. Мәдениет мырза, сізге мына қасық алыңыз. Осы қасықпен аяулы жарыңызға үйдің асыраушысында кішкентай бөлігін алып дәм татырып қойыңыз. Шапалақ қошемetsіздер. Сізді тәтті айлығымен қуанта берсін мәдениет, ал сіз оны тәтті нәрестелермен қуантыңыз деген ниетпен сізді бір тәтті торттан дәм татырып қойыңыз. Қошемет шапалақ сіздерде болсын. Ал енді құрметті ардақты әлеумет, осы тортпен тәтті шай ішесіздер, тортты алып кетулеріңізге рұқсат, даяшы ханымдар мен мырзалар. Ал енді құрметті әлеумет, екі жасты орта қалдырайық. Ең сентиментальный қонақтар үшін қазір ең қиын сәт болады ардақты ағайын. Екі жас ортада қазір сіздер әдемілеп вальс билейсіздер, ал біздің Бағиланың құрметіне Бағиланың ағалары ән шырқайды. Сол себепті үлкен жауапкершілікпен аманатыңа әдемілеп тұрып, көз қарасыңды дұрыстап ортада вальс билейсіздер. Ортада сахна төрінде Бағиланың Асқар Алатаудай болған ағалары. Ой, неткен керемет жігіттер. Ән шырқайды ортада екі жас осы әнге вальс билесе болады. Ал бәрекелді. Маэстро музыку. Rüyandan kızday ışık barası Gelmedi bağımın kalası Otağına bekleydin arası Oy varmayan yüreğe gençe
өзіңе сондай ана боласың. Тербетіп ауылыңның даласын, соттағы екі үйдің арасын, ойпырмай әне-міне дегенше қалқатай ұзатылып барасың. Апа деп жан-жарыңның анасы, ата деп жан-жарыңның әкесі, оларды өзіңдей көрмейткені, өзіңе сондай ана боласың. Оларды өзіңдей көрмейткені, өзіңе сондай ана боласың. Браво! Мәс, ойбай, не деген құшақтаулар, не деген ән, не деген құрмет. Қошемет шапалақтарың, мәдениет, жаным ау, мәдениет, саған жаным ашып тұр. Мен болсам сенің орныңда Бағиланы ренжіту үшін бір 1000 рет ойланар едім, ағанағын еске алып десе. Ренжіту ойда да жоқ қой. Реніш болмасын, көңілдеріңізге ешқашан сызат түспесін деп 2 жасқа да қол шапалақ қорған болған, әрдайым қолдау болған ағаларына да қол шапалақ болсын. Амаға. Оставим наш суд, соседи не спят, под нами внизу, простите. Әдемі сәтте 2 жас дастархан басына жайғасайық, орнымызға отырайық. Қазір ойын болады, сыйлық аламыз ағайын. Дастархан басына жайғасыңыздар. Білесіздер, сұңқар шашып жей, құзғын басып жей. Той иелері бүгінгі мынау құзғын құсап басып жейтіндерден емес, сұңқар құсап шашып жейтіндерден. Бағила ұзатылып жатыр деп, жай жасамай үлкен жомарттықпен сыйлықтарын шашып тұрып ойын ойнатпақшы. Ойынға атсалысу үшін керемет ойынға мың бұралған биімен өнер көрсететін қонақтарымыз ортаға шақырайық. Бүгінгі той иесінің сіңілісі, біздің Бағиламыздың сіңілісі Гүлназ қарындасымыз бар ма екен? Ортаға келсінші. Гүлназ қайдасыз? Гүлназ, ұялмаңыз, қорқпаңыз, жалғыз шықпайсыз. Шақырып келіңіздерші өтініш Гүлназды. Біз танымаймыз просто. Және де ортаға шығатын класстастардың атынан Дулат бауырымыз бар ма? Дулат! Тойда займам, Үйретіңіз, Дулат! Өзіңіздің реквизитіңізді, костюмыңыздың деталін өзіңіздің қасыңызда ұстап киіп тұрыңыз. Ортаға шығатын әріптестердің атынан от имени коллег выходит прекрасная Эльмира. Эльмира ханым қайдасыз ортаға? Аяғайып жасап бастарынан, планканы биікке тастады ғана. Кетті көздерінен жастары тағып, Қазақстан бізді бастады танып, түйсе, олар қачып. Қазір барлығын түсінетін боласы орнымызға келіп тұра берейік. Келесі кезекте ойынға атсалысатын біздің Бағиланың інілері Орманбек пен Райымбек қайдасыздар? Райымбек қайда? Орманбек келді, Райымбек қайда? Шақырайық. Қайда кетіп қалған мына столдағылардың бәрі? Райымбек где ты? Шақырыңыздаршы, Райымбек өтініш. Орманбек кейіп тұра бер. Ордада келесі кезекте шығатын біздің айдай сұлу құдашамыз Мадина құдаша. Қайдасыз? Yo solo sé que montaron. Қандай тамаша. Мадина құдашамызға да бұл шапалақ қошеметтеріңіз естілмейді. Ардақтаған келіңіз, орныңызға келіп тұрайық.
Мәдина ханым, ортаға тұрыңыз, ұялмаңыз. Келесі кезекте ортаға шығатын біздің қонағымыз, ағамыз Теңдік аға бар ма? Теңдік бүгінгі ойында жеңдік деп келіңізші, доғал шапалақ Теңдік ағамызға. Ағамыз костюмі ғана емес, галстугын да шешіп кетті. Болды аға, басқа ештеңе шешпей ақ қойыңыз. Келіңіз Теңдік аға, доғал шапалақ қаршыға келіңіз. Жарайын деп тұр бүгін Құдай қаласа. Что-то бізде бәрі шыққан жоқ қой. Гүлназ қайда? Гүлназ. Где вы, Гүлназ? Гүлназ сыртта ма? Давай, банк, хоум, кредит. Сіздерден бір қыз шақырайықшы ортаға. Кім бар? Кім бар? Билей алатын айтыңыздаршы. Who is on duty today? Go to the blackboard, please. I'm glad to see you. My name is Maksat. Go to the blackboard, please. This is a very open man. Mene. Canım, aldığım rızkı neyi? Əvreyi ovanda varmışım ben. Rahmet. Raymbek қайда, Raymbek? İşip ketкен жоқ па, Raymbek? Мағжан шықсыншы оның орнына. Мағжан, келіп үш. Мағжан бір билеп шықшы, билеп. Кеттік шапалақта. Пинжак шешеміз. Енді ойынның жардымына, ойынды бастаушымен бірінші ортаға орнымызға тұрамыз. Сахна төріне Айлин Шоу болатын шақырып қарсы алыңыздар аға. Alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Hey Macarena. Hey Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on the nigga, turn to a sprinter. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Hey Macarena, hey Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on the nigga, turn to a sprinter. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Hey Macarena, hey Macarena, Macarena, Macarena. Bitches on my stick, my nigga, hear me. Ойынның шарты бұлай, құрметті аға. Бұл қонақтар бір-бірлеп болмаса екеулеп ортаға шығып, бишілердің ортасына тұрасыздар. Сосын сіздердің міндеттеріңіз осы бишілердің әрекетін қайталап, синхронна, лаж болса осылар аға сіз қайда бар жатсыз? Мен сіз аға жоқ, бірінші қайтпай, сіз точкасын қоясыз аға, Теңдік аға. Мен келіп, артынан бірден келіп жатқан сияқты өзімен шағырдан кетті. Короче, осы қыздардан және бауырымның биін қайталап, әдемілеп тұрып синхронна билеп, ең күшті билеген адам сыйлығын алып қайтатын болады. Және бірінші болып ортада бастайтын біздің әріптестердің атынан өзі сұранып шыққан ханым. Есіміңіз? Жанерке, қалайсыз? Сіздің әріптестеріңіз сізге шапалақ ұра ма? Машна, Макаровича, Қарагелі, Жанерке, сіз қазақтың аяулы қызысыз. Бірақ бүгінгі тойда сіз бразилиянка боласыз, бразилияның қызы боласыз. Келісіп ба? Жанеркеге поддержка. Қыздардан қалыспаймыз. Бірінші бастау оңай емес, но? Опа, так. Ооо, аяқ киімді лақтырды. Аяқ киім туфлиді фук өткізіп лақтырып жіберді. Ал Жанерке, зажигайте по полной программе. Кет, кәнді! Туфлиіңізге барыш, пожалуйста, аяғыңыз тоңып қалмасын. Бәрекелді. Қандай тамаша. Жанерке қалай келеді?
Достар, сіз үшін мында бір алғыс. Кәдімгідей бойыңыз 20 сантиметрге өсіп қалды, ана тоқпен кейс алысымен. Дуғал шапалақ қошып еді, орнымызға тұрайық, соңынан анықтайтын боламыз. Әдемі биледі. Молодец, умница. Жанерке, Home Credit Bank, вы лучшие. Деп айта берейін, үй беріп қалатын шығар десең. Классас! Бұл адаға келдіңіз. Ой, бәрекелді. Яқен өлтірейін деп тұр ғой. Көрдіңіз ғой? Әріптестер қалай берген. Классастардың атынан намыс қолдан білмейміз. Братан, есіңізде ме баяғыда Мальбороның рекламасы болып жүрді, бір ковбой кетіп барады аттың үстінде, Техаста. Тура сондай ковбойский би, қыздардан таныспасаңыз болды, хорошо? Дулатты поддержкасы бар ма, классастар? Қалыңыз ба? Go! Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Красавчик, молодец. Не растерялся, әдемілеп билет. Дулаттың бейіне қошымен шапалақтарыңыз, аплодисменті! You shot me, then you got me. I'm like them. I see the satisfaction in your eyes. Келіңіз, Эльмира ханым. Эльмира ханым негізі случайно таңдап алдық. Но өзі билейтін кейіпкерді өзі реально ұқсайды. Негізі қазақтың қызы, бірақ кімге ұқсайды айтыңызшы? Әлемді қай жұлдызға ұқсайды Эльмира? Өте дұрыс айтасыз, Бейонсқа ұқсайды. И дәл қазір сіз біз үшін Бейонстың биін билеп бересіз, хорошо? Давайте Эльмираға қошемет шапалақтар қойсыздар. Бейонс, не отстаем синхронно. Зажигай! Вау! Home Credit Bank'тың лозунгысы қандай өзі? Қандай сөз бар ғой? Семья, вам нужно поменять лозунг. Знаете как? Home Credit Bank. С нами жарко. Қандай тамаша? Эльмира ханымға қошемет шапалақтарыңыз, орнымызға тұрайық. Рахмет. Теңдік аға, дух қайтып қалған жоқ па? Электрик. С нами жарко. Ага, красавчик, брат, әлемес, я просто спросил. Сіз кәдімгідей дезертте тұрсыз, уайымдамаңызшы, сіз дезерт. Электрик, с нами действительно жарко, деді ба. Думал, шапалақ қошеметтеріңіз. Никулин сияқты ағамыздың бейші кәдімгідей күшті отыр. Аға, тоқтаңыз деймін, тоқтаңыз. Мен әшейінде тойға шығара алмай әуре болатын, мына кісі шығып кете берді ғой. Жоқ, бір екі биден кейін шығасыз. Аға, сіз финал точкасын қоясыз. Қазір ортада құрметті Орманбек пен Мағжан, ә? Мағжан, келе қойшы. Екеуі тау халқының биі лезгинканы әпкесі үшін билеп береді, жездесі үшін билеп береді. Әдемілеп тұр, билейміз, қыздардан қалыспа. Мағжан,
күшті билесең, осы қыздың біреуі саған. Кет ендеше. Біздің бағиланың інілері қалай биле шапалақпен дауыс берейікші. Орныңызға тұрайық, енді біздің аса қадірменді құдаша Мадина құдаша келіңізші. Құдашамызға да қол шапалақ теңгіңізге осы билеуге шығасыз. Мадина құдаша, сіз бүгін атыңыз Мадина емес, Гуля болады. Келістік пе? Қазір гүләпше деп әдемілеп билейміз. Құдашамызға шапалақ бола ма? Maestro músico, ¿qué tienes? Nağız Қазақша болды. Мадина құдаша құда бере шапалақпен дауыс берейікші. Мадина құдаша, орнымызға келейік. У нас суперфинал. Жирная точка. Электрик. С нами жарко. Жүргіз аға. Ол шапалақ қашан бәріміз. Афоризм сегодняшнего вечера. Яркая звезда сегодняшнего вечера. Теңдік аға. Өзім сияқты артық. Өзі айтпай қой, түсінікті қалды. Все хорошо. Аға, білесіз бе, мынандай ән бар еді, Есфен Тура дегенше. What is love? Baby, don't help me. Don't help me no more. Красавчик аға. Тура осылай қызарына қалыспай береміз. Сен дәл қызарына қалыспаңыз. Кет ендеше. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Hey! Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Красавчик! Hey, hey! Қашынды! Келіңіз. Парикті лақтырып тұр биле, теңдігі ағалы биле, шапалақпен дауыс берейікші. Парик қайда? Парик қайда? Бер жеріңіз ба? Орныңызға тұра қалай. Келіңіз, теңдігі куда? Без вас никак. Осы жаққа келеміз. Қазір сыйлығымызды аламыз. Ойынға қатысқан барлық ойыншыларға той иелерінің атынан үлкен алғыс білдіріп, көңіліміз көтерген үшін сыйлық табыстар қабыл алыңыздар.
мұрындық болған Шобалет Айленге қол шапалақ қошеметтеріңіз болсын. Қыздар. Давайте суретке түсейік. Шешпейміз. Осы костюммен суретке түсейікші. Келіңіз. Әдеместерді фотоға түсіп алайық. Рахмет. Электрик. С нами жарко. Мына кісі электрик болған жақсы болды. Газдама бірдеңе де істесе вообще болайын деп тұрған мына жерде. Вообще жарко болайын деп тұр. Рахмет, Алла разы болсын. Енді ақ тілек тізгіні қазақтың ағиық ақыны Мұқағали Мағауинов жырлайды ғой. Достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін, өзіме өзім артып, жауымның барып қасында уәзір болғанша, досымның барып ауласында өлгенім мың артық дегендеше, тойымыздың төрінде достардың төресі, класстастар, достар, группаластар, Айдос, Дулат, Төлеген, Ербол, Аманай, Зәуреш, Алмас, Галя, Жанат, Айбек, Қайрат, Жұлдыз, Равана, Айман, Айжан, Баян, Ерлан, Айгерім, Бекалы, Жанна, Ажар, Мира, Наталья, Меруерт бастаған барлық достар, класстастар, группаластар ортаға! Құрметті достар, группаластар, келген қадамдарыңыз үлгітіп Алла тағала нұр жаусын, ағайын сабырмен сөз тыңдайық. Қыз жолдас, ұл жолдас келсеңіздер сіздерді достарға жадасыздар, той төрінен келіп осы достармен бірге ақ тілекті білдіресіздер. Алла нұр жаусын. Бәрекелді той төрінен шыққан той иелерінің достары, келген қадамдарыңызға гүл бітіп Алланың нұр жаусын. Өз білесіздер, қазақта баланың екі түрі болады. Біреу папа маманың баласы, біреу ата әженің баласы. Сол сияқты мен папа маманың емес үйдің түнкіш болғаннан кейін атам мен әжемнің қолында өскем. Білесіздер, шалдың баласының аузынан дуалы сөз шығатын. Сіздер де керемет достарға риза болып тұрып, қолдарыңыз жайыңыздаршы бір батамды берейін. Шалдың баласы ретінде, атасының баласы ретінде правам бар, Құдайға шүкір. Алла тағала осы сөз сөйлеуге шыққан той иелерінің достарының ішінен бір шақ адам сөйлесе, қалғандары қосылып ұзағынан билесе, барлығын осындай тойға жеткізе әумин. Ал бәрекелді, кім бастайды? Дулат қалай бастамайды, ол биледі ғой, өлтіріп тұр. Бәрекелді, аға келіңіз, сізде бір тілегіңіз білдіресіз отыр. Келіңіз. Тағы кім бар сөйлейді, бірден шығып, апа келіңіз. Ай бәрекелді. Ағамыз бастасын. Ассалаумағалейкум, құрметті той жауым. Тойларыңыз құтты болсын. Асап айтып отыр ғой, қысқартып сөйлеңдер деп. Сондықтан бір жайды ғана айта кетейін. Осы бірнеше жыл бұрын елордада осы мен үйленген кезіңізде осы Бағила мен Мәдениет екеуі Жұлдыз деген келіншегімнің Бағила группаласы, Мәдениет кластасы екеуі сонда келіп танысып еді. Содан енді Аллахның бұйрығы бар. Қанша жыл өткен айтпай-ақ қойын, мен шашыма қарап біле беріңіздер, қанша жыл өткен. Сонда бұйрық бүгін келіп отыр екен. Айналайын бақытты болыңдар, деніңіз сау болсын. Бағанадан бері байқап отырмын, екі жағында өнегелі көреген кісілер екен, өніп өскен. Сондықтан сіздерді жаман болады деп ойламаймын. Жақсы өнегелі семья болыңыздар. Мәдениет Бағила, бақытты болыңдар. Мәдениет менің одноклассникім, туған жерім Саршыған, сондай киелі жер. Мәдениеттің әулеті өте үлкен, сондай өнегелі, мәдениетті, текті отбасы. Бағила да біздің менің сокурсницам, сабақты өте жақсы оқыған, белсенді, бәріңіз білесіздер Бағиланы. Инабатты, ибалы, екеулері бақытты болыңдар. Барлық жақсылықтар тілеймін. Менің ауылдасым, кластасым, бірінші сыныпта бірге барған әрі туысқаным,
жан жақты болғасын өте жақын мынау ақтүйенің қарым-қатынасынан құтты болсын. Осы жездем деп айта берейін, бағана менен 2 ай өткен бірінші келе жатыр. Бақытты болыңдар. Ұлыларың қат болсын, біздерінен кішкентай сау болсын, осы қуаныштарың ұзағынан болсын. Осыған дейін айтып жатқан тілектерімді періштенің құлағына шағынып орындала берсін. Әже, мынау қызыңызды қиын ғой енді шығарып салу оңай емес. Ең любимый қызыңыз. Енді шаршаған көшіп барасыз ба бірдеңесі? Бақытты болсын қызыңыз әже. Осы қызыңыздың немере көріп, сол күндерге жазсын, сол шілдеханада 9 ай 9 күннен кейін осы жерде, тура осы жерде шілдехана мешітінде кездесейік. Бақытты болсын, жастар бақытты болсын. Қайырлы кеш, тойшыл қауым. Бүгінгі қуаныш баршамызға ортақ, баршамызға бірдей қуаныш. Осыған дейінгі барлық ақтарылып жатқан, ақ жүректен шыққан ақ тілектердің барлығы орындалуына тілекшімін. Мен осы сәтті пайдалана отырып, осы тойханада бұрыннан танитынын айтады ғой қазақта. Ата-анаң өлсе де, ата-анаңның көзін көрген өлмесін дейді. Менің ата-анам өмірден өтіп кетсе де, менің ата-анамның көзін көрген осында қанша үлкен кісілер отыр, баршаңызға басын дейіп сәлем беріп қояйын. Ал балғырбым, қуанышты күнің құтты болсын. Қара сөзбен емес, мен түнде жолда келе жатып пойызда саған арнаған ақ тілегімді шумақпенен жеткізуге тырыстым. Өздеріңіздің алдарыңызда оқып берейін. Қайырлы кеш қаумалаған ағайын, ақ тілектер қатар құрып жазайын. Жырымдарына бағиладай құрбыма жүрегімнің толқынысын басайын. Қобалжыған дос жүрегі жырласын, жаңа өмірге шығарып сап сырласын. Орның бөлек менің үшін өзіңнің, бір құдықтың суын ішкен құрдасын. Ұзақ күттім осы күнді бақытты, тәубә деймін бақыт таңы атыпты. Мәди досым бағың болсын беселі, бағалай біл бағиладай жақытты. Бас бар бақытты Аллам сізге бұйырсын, көре алмастың көзіне құм құйылсын. Ұрпақтарың ұлан асыр той жасап, туыс бауыр сол тойыңа жиылсын. Айдан анық бақ тілеп жүреримде, шынайы бұл достығым тілегімде. Әлемдегі бар бақытқа ие болшы, жаным құрбым қалған тілек жүрегімде. Ал Бағила, сенің кеше бір ауыз Қарағанды облысы Теміртау қаласынан жолға шығарда Бағилаға бір ғана сұрақ қойған болатынмын. Алматыдан, Алатаудың төрінен домбыра табылатын шығар деп, бірақ өз домбыраңмен келіп менің тойымда ән салшы деген бір ғана сенің сөзіңді жерге тастамай, сонау Теміртаудан домбырамды арқалап келдім. Сені жақсы көрем. Сен үшін бір әнімді арнаймын. Домбырамен әннің алдында тағы да бір тілек болсын. Жалпы алдалы бірінші ерекше жүргізер лебізіңіз үшін сыйлық болсын. Ерекше тілекке сөз тыңдайық ағайын. Міне бүгін сәрсенбінің сәтті күнде Бердібектер әулетінде үлкен қуанышты той. Бұл қуанышты той себепші әрі нағашым кластасым Бағон. Бағон бақытты бол өмірде, әрқашан жүзіңнен күлкі айырылмасын. Бағила менің курстасым, біздің старостамыз, бәріміздің басымызды қосып өсіп жүретін. Бақытты бол Бағила, сен үшін өте қуаныштымын. Барған жерінде бағың ашылсын. Мәдениет екеуің тек бақытты болыңдар. Әумен айтқаныңыз келесі қадамнан бір сөз барқалайды. Ал енді тойға жиылған үлкен Опабек атамыздың, үлкен әулеттің туыс туғаны, менің біздің асыл құрбымның тойына келген, қуанышына ортақтасып келген қауым, сіздерге мың алғыс. Енді мен мұнда досым деп айтып жатырмыз ғой. Негізі біз достығымызға биыл 20 жылдан асты. Сондықтан сіңлім
2 айлық кішілігі бар, сондықтан сіңілім, сіңіліме бақыт тілеймін. Өзінің көңілі сондай ақ, әрине шатақ мінезіне қарамай, дегенмен 12 баладан кейін туылған осындай ақылды да достыққа адал жанмен 20 жылдан астам дос болғаныма қуаныштымын. Достығымыз әлі де ұзағынан сүйіндірсін. Сөзді ұзартпай қояйын, дегенмен осындай семьядан шыққан қыз үлкен отбасының тірегі болады, иесі болады деген үміттемін және сенемін де оған. Сондықтан жаным сау, Баги, Бағила жан, қанша айтатын сөзім көп, дегенмен адамның ойлағаны болмайды, Алланың ісі ғой. Сондықтан Алла екеуіңді қосқан екен, ұзағынан сүйіндірсін. Алла сендерге мол бақыт, семьяларыңды тек берекеге толтырсын. Апамыздың айтқан сөзі бар еді бізге, осы ананың тілегі ғой негізі, осы кісінің дұғасы деп білемін сенің осындай өзіңнің сүйікті адамыңды тауып жатқаныңа, және қуаныштымын. Үлкен бақыт тілеймін. Достарымның атынан сыйлық Каспийден. Home Credit банктың той болып жатқанда басқа банктың атын неге аталады осы десең? Рахмет. Ау, сіздер бір-бірлеріңіз күшті сыйлап, біз тос берергенсіздер. Келіңіз аға, қысқа нұсқа жеткізейік, өтініш сатуда екенін ұмытпайық. Тойларыңыз құтты болсын. Бағила, мәдениет, сендерге тілейтін де болма. Мәдениетпен танысқанымызға негізі көп уақыт болған жоқ. Көп болмаса да негізі жақсы жігіт екенін білдім. Сол бақытты болыңдар. Енді жора жолдастардың атынан тілейтін Асқар таудың түбінде отырмыз дейді ғой. Анау Асқар таудың басына бұлт жетпейді дейді, сол сияқты аспандардың ашық болсын. Оның үстінде аппақ қар бар дейді, сол сияқты көңілдерің ақ болсын, шаңырақтарың биік болсын. Оның түбінде жатқан ну орман бар дейді, сол сияқты бала-шағаларың көп болсын. Оның түбінде жатқан мөлдір бұлақ бар дейді, сол сияқты мөлдір махаббат болсын. Енді бара жатқан жерің Балқаш жақ қой, Балқаш ұзын дейді, сол сияқты өмірлерің ұзақ болсын, бақытты болсын. Соны тілейміз, жора жолдастарына. Бақытты болыңдар. Рахмет тілейміз. 20 жылдық құрбысы дейді, 20 жыл бойы дос болған құрбысы дейді, неге өйтіп адамның несін миын шатастырмасаңыздаршы, мен сіздерді 18-те де ойлап жүрсем, достықтарыңыздың өзіне 20 жыл болған екен. Мархабат мәңгілік болсын деп тілеймін. Бағила, мәдениет, қосылғандарына өте қуаныштымын. Сендер өте керемет жансыңдар. Бағила туралы көп айтушы едім. Адамгершілігі мол, жүрегі кең, махаббатқа толы жан, аузын ашса жүрегі көрінеді. Жаным, көп оқып тұрмын, бірақ екеулерің қол ұстасып, үлкен бақытты жанұяға барыңдар, жетіңдер. Өмірлерің керемет болсын, мерекелі болсын, берекелі болсын. Бақытты болыңдар. Рахмет, Алла разы болсын. Сонда бір алғыс жүрек жарлаймыздарыңызға рахмет. Әрқайсыларыңыз үйлеріңізде осындай той болсын. Шаттық тойдыман тілеп, той иелерінің атынан сіздерге тілейтінім. Кештеріңіз таңда үйлеріңіз жанды, қораларыңыз малды. Осындай қызық қуаныштарыңыз мәңгі болсын деп тілеймін. Алла разы болсын. Той иелерін құттықтап сіздер жайғасыңыздар, себебі достардың атынан, менің әпкетайымның атынан керемет ән болады. Екі шектің бірін қатты сыйлығын сапсап айтуға рұқсат, бірін сәл-пәл кембіра, нағыз қазақ, қазақ емес нағыз қазақ домбыра. Қасиетіңнен айналайын кешір домбыра, шанағыңды шаң басып кесір қонды ма, есі кеткенше билейтін етегін ашып эстраданың қайдайын есірге мына деген екен. Домбырамен ән тыңдамаса қазақтың тойының несі той болады. Сыйлық бар екен ғой да? Кім атайды? Әдемі сыйлығымызды екі жасқа ду қол шапалақ қошеметпен табыстаңыздар.
беталды әңгіме созып мазамдамай Ал енді назарымыз ортада осы достардың атынан шырқалатын керемет әнді болсын. Домбырамен ән тыңдағандыға не жетсін шіркіне арқа жарқы болып, марқабат тағы бір ән болсын. Келесі тыңдайтын әндеріңіз қолыма қазақтың қара домбырасын, соның ішінде өздеріңізге баршаңызға мәлім қазақтың белгілі, сүйікті әнші қыздарыңыз, композитор қыздарыңыз, ақын қыздарыңыз Роза Әлқожаның домбырасын қолыма ұстап тұрып, сол кісінің бір әнін шырқамасам ұят болатын шығар деп ойлаймын.
тойымыздың мерейін мазмұнын көтергеніңіз үшін біздің құрметті Бағиланың құрбысына ду қол шапалақ қошеметтер соқпайыздар ағайын. Рахмет. Енді ортада тағы да бір әдемі ақ тілек болады. Мынау біздің өзі халқымыз көрген ғой, бабаларымыз дана. Мысалға бізде қазақта ғана айтады екен, ең жақын адамым бауырым деп. Мысалға біздің орыстар айтпайды ғой, өзінің інілері, братишкалар, мой печень демейді ғой. Бізде ғана бауырым дейді. Неге десеңіз, біздікілер білген екен, адам ағзасындағы кез келген мүшені донорға ауыстыруға болады екен. Тіпті қазіргі медицина ми мен жүрекке дейін ауыстырып жатыр. Ауыстыруға келмейтін, адамға өмірінде бір-ақ рет берілетін ағза ол бауыр екен. Содан кейін біздің қазағымыз ең жақын адамның бауырым деп атаған. Келесі тілек осы біздің Бағиланың бауырлары. Аға жеңге, әпке жезде, іні сіңлі, күйеу бала, келіндері. Құрмет қошеметпен Ержан аға салтанат жеңге бастаған Әмірхан Махаббат, Тоқтарбай Теңдікбек, Базаргүл, Данабай, Кеңшілік, Гүлайым, Әбсаттар, Назкеш, Нышангүл, Әбдіқұл, Әбжаппар, Бейбіткүл, Владимир, Назген, Сәндібек, Маралбек, Жайсақбек, Мадина, Зулхарнай, Раушан, Балымжан, Назым, Қазыбай, Айдана, Рауан, Гүлжайна, Нұржан, Балнұр, Ерлік, Мұхит, Әсел, Ақмейір, Қайрат, Абзал, Аблайхан, Сәния, Мақжан, Эльвира, Райымбек, Милана, Балғын, Сымбат, Ақжол, Ерасыл, Бекжан, Аружан, Гүлназ, Сәуле, Сәнім, Жасмин, Інжу, Ағерке бастаған. Барлық әулетімізді ағай туысқандарымыз ортаға шақырайық, келіңіздер. Неткен тамаша әулет, Алла тағала тілгөзі сақтасын, ауызбіршіліктеріңізге ешқашан сызат түспесін. Той иесі, өздеріңіз сіздер, ақжарма тілектеріңіз құтты болсын. Отбасы әулеттеріңізден той үзілмесін деп тілейік. Ал ағайын, сабыр сақтайық, тыныштық сақтайық, тойымыздың ең бір әдемі, жүрек жарды керемет тілегі болайын деп тұр. Құрметті ағайын, тыныштық сақтайық. Енді бұл ағайын туыс сөздерді білет, барлығы сөйлемейтін шығар, үлкендері сөйлеп, қалған жастары қосылатын шығар. Аға, ассаламағалейкум, қош келдіңіздер. Өзіңіз әдемілеп бастаңыз, сабырмен сөз тыңдайық ағайын. О, мой народ, вас тамада зовет. У каждого свой стул, у каждого свой огород. Ну не шумите вы, я вам всем желаю счастливых дорог. Я не Пушкин, я не Крылов, зачем топтать мою любовь, ты понимаешь? Я всего лишь простой тамада. Когда вы чуть-чуть шумите, у вас болит голова. Сөйлеген кезде тамада шуламауға бола ма? Эх, как хорошо! Сегодня мало водка, и все меня слушают четко. Танцуйте, плясуйте, дядька, батька, тетка. 8707, 726, 300, 301, это моя сотка. Той болса хабарлас, ача шабалақ жоқ па? Ел жұрт тыңдап отырғанда ақ тілекті өзіңіз бастаңыз, мархабат. Құрметті қонақтар және құда-құдағилар, Мәди, Бағила және апа, міне бүгін болып жатқан тойларыңыз құтты болсын. Мәди, Бағила, бақытты болыңдар, өмір бақи, тату-тәтті өмір сүріңдер. Әр уақытта үйлеріңде бақыт кетпесін, тек той болсын үйлеріңде. Тойларың той аласа берсін. Құрметті жиналған қауым, қонақтар, бүгін біздің отбасымыз үшін ерекше күн, қуанышты күн. Келжетайымыз, Балтайымыз отбасын құрып отыр.
көтерген отауларың бие, жесіпке, іші берекеге, ырысқа, мол несібеге толы болсын. Алдағы өмірлерінде бір-біріңді тек қас қабағынан ғана танитындай мол түсіністік, бақыт, сыйластық, ата-анаға деген мейірім, махаббат, барлық жақсылық атауына сен екеуіңе тілеймін. Үйлеріңнен әрдайым сәбидің шат күлкісі, қуанышты, жақсы тілектер айтылып жатсын. Сендерге дүниедегі барлық жақсылықты тілеймін. Бақытты болыңдар. Апа, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Ал жаным бал, мәди айналайын, бақытты болыңдар. Көтерген отауларың шаңырағы биік, кеңіреңіз кең болсын, іші сәбиге толы болсын. Біреуің ай болсаң, біреуің күн болыңдар. Орталарында жұлдыздардай жарқыраған ұлдарың, қыздарың болсын. Мынау құрметті құдалар, құрметті қонақтар, мына құрметті құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын біріншіден. Екіншіден, көп жерде көп нәрсе айтылады. Айып етпеңіздер, мен кішкене тамада кісіден рұқсат сұрадым. Мен кішкене тарихта айып етпесеңіздер, мен тарихтың кішкене шет жағасын айтып жіберейін, көп емес бірақ. Мен өзім шалдың баласы болсам да, ең үйдің кенжесімін, осында ерге өскенмін, Бағила сияқты. Сонау, осы Теңдік деген ағам бар, сол кісінің қызын Атырауда тойдаға барсам, үлкен кісілер, жеше, апа сіз сөйлеңіз деп, аманша шешем, мен тос беріп бастап кетеді да, аманша шешем. Сондай біздерде сондай ауызғыштық болған. Сонда қандай болдым мен? Аманша шешем айтады, мына жерде шалдың баласы отырған кезде мен неге да ешқашан сөйлемеймін дейді да. Сөйтіп аманша шешемнің қанша бала шағасы отыр. Солардың өзінше мені құрметтеп, бұл шалдың баласы кішкентай болса да, сондай құрметтеген азаматтың бірімін. Аманша шеше. Бар ма? Қайтып кетті ма? Шеше, мына ең кішкентай қызыңның мына осындай ұланасы той жасап кетіп жатыр. Мен тағы да бір деген айтып кетейін. Мен кішкентай 3-4 жасында спортсмен болдым, хоккей ойнадым, не болдым сол кезде. 4 команда бар еді, солардың бәрі маған қызығады деді. 3-4 жасында, мен мақтанып айтпаймын. Сол кезде мен қарланып аталғам. Сонда мен бұл жерде Опай көкемді айтып кете алмай жатырмын да. Опай көкем бисера, сонда мен районда тұрам. Ол кісілер жұмыс бабымен менен келеді, мұғалім. Сонда біздің үйге келіп, мен қарланып деп ат қойып, мәңденнен сүйіп жүреді. Бәрі жүрегімде қаған. Содан кейін бар, менің бірінші классымда алғашқы ұстазым болды ол кісі. Құдайдың бір несі болғанша, Опай көкемді айтпай, мен өмірімде мен әкемді көкетіп кеткенмін да. Одан кейін осы жерде қанша ағаларым отыр, бәрін аға деймін да, тек Опай көкемді көкетейін. Мен әкемнен кейін көкем сол Опай көкем. Естеріңізде болсын, бұдан мен талай осы Алматыға тойға келіп жүрдім, не қылдым, бірақ іште сақтадым. Бүгін соңғы Опай көкемнің ізгі қызы осындай жақсы етке барғаннан кейін жүректегін айтып келді. Опай көкем сондай адам еді. Почташысы, басқасы керемет адам еді да. Мен қазір мақтанып айтпайын, осы жерде 200 адам бар ма? 200 адаммен почташы жағынан, любойыңызбен почтасы туш жағынан жарысалам. Бірінші орын или үшінші орын, минимум үшінші орын алам. Соғыстың Опай көкемнің почташысы да керемет. Сондай ақкөңіл кісі болды. Ол біреу келеді, біреу ілмейді. Мен просто тарихын айтып алдым, құрметті құдалар. Осындай жерден қыз алып жатсыздар. Менің қарындасым, сіздерді ешқашан, әрқашан сіздерді патуайт етпейді, құрметті құдалар. Мен оған сенем, мен не келесеңіздер, мен шалдың боласың, мен бұл кісілердің семьясын бәрін көргенмін. Сосын айтып отырмын, көп күндер айтпай жүрген нәрсені айттым, кешіріңдер. Музыкалық сәлем тараздан менің өзім собственный қызым бар, сол осы жақсы адамдарым деген осы Бердібектер әулетінен андап айтылады. Қазір менен кейін
кеңеңіздер сөйлеп айбытпеңіздер, бірақ жүрегімден айттым. Құрметті құдалар, мынандай қызды сіздерге беріп отырмыз. Құдай сіздерді ешқашан жерге қаратпайды деп ойлаймын, менің қарындасым. Жан тұлғам менің. Айналайын Бағила, бақытты бол. Мәдениет, Құдай жаным қолына алақанына ұстаған ақылын екі ағадан ұшырма. Қолына мен де ұшырмайын деп алғам, әлі ұшырған жоқпын. Сол сияқты сен де ұшырмай, бақытты бол, өмір сүр. Осынша халық саған тілек айтып отыр сіздерге. Соларды құрметтеп жүріңдер, екі ағада. Ешқашан. Балық жаным, мен особенно Данабайдың сөзінен кейін мен сөйлей алмаймын. Мен цитата оқимын. Ол цитатаны әлемді тітіріккен, жарты әлемді жаулаған, біздің мемлекеттігіміздің іргесін қалаған әйгілі Шыңғысхан айтқан. Ол қызы Алағай Мекені ұзақтарда былай деген екен: басқа алып сөз қоспаймын. Мен сөзден жаңылыспау үшін оқып берейін, өйткені ұлы Шыңғысханның сөзін бұзу ол біз үшін күнә. Былай деген екен: жаңа жұртыңа игілік, ізгілік апар. Күйеуің көтерілсе демеуіш бол, шайқалса сүйеніш бол, тайғанаса таяныш бол. Кісі ғұмыры қысқа, бірақ абыройлы атақ мәңгілік. Ең жанашыр досың ақыл парасатың, ең зұлым дұшпаның кешірусіз ашуың. Төңірегіңде сенетін дос көп болар, бірақ ең бергі өзіңнің ақ адал жүрегің. Дүниеде аялайтын асыл көп болар, бірақ ең қымбаты өзіңнің өмірің. Адал жүрсең, әрнеден жолың ашық болар. Ақылмен шешсең, ғұмырың ұзара түсер. Қиындықтан қашпа, жаза баспа. Алтын топшы, яғни бұл Моңғолдың құпия деректері. Басқа алтын топшы жоқ. Өз атымнан бір әнім бар, артынан орындап берейін. Қандай тамаша ән кеші болайын деп тұрған. Міне Мұхтар Мағауиннің кітабынан алынған Шыңғысханның айтқан өзінің қызын ұзатқандағы алтын қордан арылған деректерді қол шапалақ қошеметтеріңіз тарихтан қозғал. Құдай-ау, керемет тілектер айтылды. Енді қаншама той басқарып жүрмін, осы Алла тағала сіздердің әулеттеріңізде әулет өте сирек кездестіріп, Алла тіл көзден сақтасын. Ауызбіршіліктеріңіз айрандай ұйыған, ешқашан ажырамасын. Аман болыңыздар, Алланың нұры жаусын. Қазір бір кішігірім ән кеші болайын деп тұрмыз. Кішкентай қарындасым, ағамның қызы бір әнін айтады. Ол әннен кейін ағасы әнін айтады. Одан кейін Тараздан келген Данабай қызы Айшанел деп қой деді. Айшанел қарындасым әдемі әні болсын. Одан кейін біздің Бағиланың ағасы керемет ән айтады. Сосын сюрприз болады ардақты ағайын. Ендеше осы ән медленнен ба, жылданмен ба? Орташа ән ба? Онда орташа билеңіздер, кеттік әнге. Айшанел. Күш табатындай, құс қанатындай
Ay barakallah. Allah razı olsun. Mutlu kardeş günlerіңізден болсын. Келесі ағамыздан аға келіңіз бағана уәде еткеніндей енді сіздің әдемі әніңіз болады. Құрмет қошеметпен қабыл аламыз. Ұзату рәсіміне аз қалды. Сабыр сақтаңыздар ағайын. Мархабат. Құрметті қонақтар, бауырлар, отырып қол шапалақтап қошеметтемесеңдер, мен дірілдеп тұрмын да қазір айта алмай қалдым мүмкін. Пожалуйста. Бағиланың өзінің атынан баршаларыңызға тосын сый, сюрприз, жүрек жарды лебізін, алғысын әдемі әнімен жеткізеді қабыл алыңыздар.
аттың ауды бол шапалақ қошеметтеріңіз бағила қыздарыңызға болсын ардақтағы. Бір сәт ордан болсын бағила сіз төрге шақырып ұзататын рәсімге де келіп жеттік ардақтағы. Құрметті мәдениет бағила тойдың төріне шығыңыздар. Қошемет шапалақ сіздерде болсын ағай. Туғансың еркем, мінезің көркем, қандай туғансың еркем, мінезің көркем, туғансың еркем, мінезің көркем. Бәрекелді ардақтағы, мінекей біздің бағиламызды ұзататын кезге де келіп жеттік ардақтағы. Жол мұраты жету болса, қыз мұраты кету екені бақыстан мәлім. Ұзатқан жан қимайды қыз баласын, жан жүрегім қалай ғана сыздамасын. Құдалар алақанға салып бердік жүректің, жұлып алып бір парасын деп бағиланы ұзатқалы отырсыздар ардақтағы. Алла қыздарымыздың бағын ашсын. Барған жерінде бақ жанып, барған елін бақыт етсін деп тілейік. Қазақтың батыры Бауыржан Момышұлынан сіз батырсыз ғой, бірақ сіз мойындайтын шын батыр кім деп сұрағанда, мен мойындайтын нағыз батыр ұзатылып бара жатқан қыз деген екен. Себебі өзі мүлдем білмейтін, танымайтын елге сол елдің көсегесін көгертем, ұрпағын көбейтем деп кетіп бара жатқан қыздан батыр адам бар ма шіркін-ай деген екен. Ендеше батыр қыздарымыз бағилаға ду қол шапалақ ұрып қойыңыздар шағай. Бәрекелді. Ендеше ардақты әлеумет, рұқсат болса баршаларымыз орнымыздан тұрайық, ортаға ақ жол төселсін. Біздің құрметті Аман шабамыз, Әбдіғаппар, Қатира аға жеңгелеріміз балапанның бағыны басынан сүйіп маңдайынан иіскеп ақ жолын тілесін. Ендеше ортаға жиналайық ардақты ағайын. Аталған той иелерін төрге шақырып келіңіздер. Күлкіңді ғажайып ағылған, бел арасында мен сағынған араш. Бәрекелді ардақты ағайын. Бағиланың басына сәукелесін кигізіп ұзататын рәсімге дайындалайық. Барлығымыз жиналып тұрып көзіміз түгел болса, құрметті ағайын. Аман шаба, жаным апа, бір ауыз тілегіңіз бар ма? Бір ауыз ниетіңізді білдіресіз ба, тілегіңізді? Қызыңызға, қызыңызға ағайын білдірші. Осы аяулы ана, алтын құрсақты ана, анашым асылынан есіл адам, өзің деп жабырқаймын десін алам, аялы ақ сөзімді ақтамасам, бұл жабырда боп жүрген есіл анам дейді. Осындай шөкім деген ана болған аналардың атасына арқасына шығар бәрімізді де шауып жүрген сапа ақпатамыз болсын. Барған жерің бақытты бол, өзің де бақытты бол. Бірлі шүбірлі бол, менің жолымды жасымды берсін жаным. Осы ағаларыңның жеңгелеріңнің істеген қызметіне ырза бол жаным. Не деймін енді? Бірінші Құдайға, екінші Құдайға тапсырдым. Жүрегімнің жартысын беріп жатырмын жаным. Өзің бағалап, қадіріне жетіп, білмегені болса үйретіп, анау мынау болса кешіріп, аялап, тәрбиелеп отырасың. Өзің балаң қандай болса, сондай баланың ішінен шығарған баланың ұлығы жоқ, бәрі бірдей. Баланың мына көріп отырып бауыр басып қалдым ба жүрегімде үзіліп баққандай болып. Сен бақытты бол. Бауырларың ағайын туысқандарыңның бәрінің қызметіне ырза бол жаным. Денің сау болсын, қатарың алып бол. Барған жерлеріңнің ренжітпей, сүймекке келмей, жақсы тәрбиелі бала болып өсе бер. Көргенсіздің баласай деген маған жаманатты естірме жаным. Денің сау болсын жаным, жақсы. Бақытты бол барған жерің. Жаным апам айтқаныңыз келсеңді, осындай бір қарамағында қаптаған үлкен әулетке әке орнына әке болып отырған осы апамыздың тұңғыш ұлы бүгінгі тойымыздың төрінде той иесі болып өзіңіз құрметті Әбдіғаппар аға сізде бір ақпадағы ақ тілегіңізді білдіріңіз. Сосын Амангелді атамыздан батасы
сұрақ қызымызды ұзататын боламыз ағайын. Ал аға. Құрметті қалай, біздің бағилашымыздың тойында соғысты бағилажанынан Алла бағын ашсын. Қашан барған жерінде ата-ананы құрметтеген адам еш уақытта жаман болмайды. Сондықтан елдегі үлкен ақсақалдардың өсиетін тыңда және олардың алдынан кесе өтпе. Қай уақытта адам сыйлы болады. Адам өзгені сыйлай білген адам өзі де сыйлы болады. Сондықтан сыйластық мол болсын. Адамның өмірінде артында қалатыны тек осы сыйластық, сіз біздің еш уақытта қатты сөзге келме, жас болса айналайын деп, кәрі болса ағатай деп, немесе әпкетай деп бар уақытта сыйлап жүрген дұрыс. Әрқашан Алла бағыңды ашып, жұлдыздың оңынан туып, айы күнің бәрі жарқырап алдында жанып тұра берсін. Мәди екеуің бақытты болыңдар. Әумин айтқаныңыз келсе, енді Амангелді атамыздан бата сұрайық, содан кейін жеңгеміз бір ауыз тілегін айтып өзі сың суымен ұзатып салады. Амангелді ақсақал, Иләйеуни шын ниеттен қол жайыңыздар жастар, Иләйеуни қол жайық осымен қауым. Әуелі Алла алтыны білесін, бақытты болсын, қосқын білесін. Мұхаммед пайғамбар үмбетін білесін, жегер білесін. Жүсіп пайғамбар күшіңді болсын. Enes Peygamber isimliyorsun. Aslanlardan ömrünü versin. Ocaklar yatırayın diyelim dedim. Kodasan ocak kolgavuşun olsun. Ağzıman ocak kolgavuşun olsun. Çiftlerine ocak sebepleri olsun. Israrlı ocak melekleri olsun. Vehvadin evli belediye saklasın. Babayı çıkışasına canadan saklasın. Kanarvay ocak kasıktan saklasın. Kıdıradan kasından olsun. Vaktidir başından olsun. İmam ve İlgihan'ın tireğin olsun, yetmeyeceğim Allah'tan tireğin olsun. Dastarhanı berekeli olsun, odunlar toşlaması berekeli olsun. Әумин Амангелді ақсақал, ал енді жеңеше өзіңіз бір ауыз тілегіңізді айтыңыз, сосын құрметті ағайын ұзататын боламыз. Құрметті ағайын, мына қызымызды шығарыстың расында келіп отыр. Мына қызым өзінің әр жеңгелерім бар ғой барлығы, бірақ сенің орның ерекше, әрі жеңгем, әрі анандай болмасын, өзің шығарып салсаң қайтеді деді. Сол ұсынысын мен жерге тастай алмадым. Ол мен үшін үлкен шығарып салу заңды да, бұны өзін талап қояды, алдына үлкен мақсат қояды, сол талабын орындана қоймайды. Сол енді мен қызымды шығарып салайын. Алланың қалауыменен сіздердің рұқсаттарыңызбенен қызымызды шығарып салатын сәтіне келейін. Бәрекелді ағайын, ендеше құрметті бағила ақ жолды оңай адаммен басасың, артына қарамайсың, алдыға жайгеді құрметті ағайын, бәріміз бетінесі өзі толқып тұрған бағиланың жүрегін ауыртпай, ал бисмилля барған жерінде бағу жағасын тастай батып судайсың бағила. Ал бисмилля жеңгесі қазақтың салдымен сыңсу айтып шығарып салады. Kurgular
барған жерде бағың жансын бағила. Мәдениет үйіміз бақытты болыңыздар. Қошемет шамалақтарыңыз болсын, ағаларыңыз. Қыздарыңыз бақытты болсын. Тойларыңыз тойласын. Жолдарыңыз болсын, құдалар. Жатырқамауға сен бөлген қадірлі болғаннан жермен Ертең, ертең, баршаларыңыз аманда болыңыз, сау сәлеметті болыңыздар, ардақтағы басымыз жақсылыққа қауышсын. Тек тойда ғана кездесек, сіздер үшін қызмет жасаған Алан тойындастыру орталығы, Қуаныш Гранд Холл мейрамханасы, тойдың бас продюсері Жанна ханым. Той қаласын ардақтаған баршаларыңыз аманда бір алғыс. Біздің тарапымыздан кеткен қате кемшіліктер болса, патша көңілдеріңізбен кешірерсіздер. Тойларыңыз басқарған Мақсат Рахметулларыңыз, тойларыңыз той қыласын. Сау сәлемет болыңыз.